Айкерим Сәлиева Камшат. Қазіргі таңда қамауда жатқан Талипов Сәкен Талғатұлы 17 жастағы баланың анасымын. Балам осы 1 февралдан бері СИЗОда қамауда жатыр. Баламды осы 4-5 күн болды департамент полицияға ИБС деген жерге алып келген. Сол жерде болып жатыр қазір тергеуге байланысты. Бүгін сағат 3-те бізді шақырды тергеуге. Бейне беттесу болады деп. Келдік. Оған дейін балама барған, мама басым айналып тұр деді. Сосын сонда да неған жоқ, мені уайымдамасын деп айтпаған екен. Сөйтіп тергеуге келдік. Тергеу басталып жатқанда балам түрі жаман болып қисайып бүйтіп құлайын деп. Мен жаман болып тұрмын, скорый шақырыңдаршы деп жауап бермеймін деді. Сөйтіп скорый шақырдық, скорый келді. Балам давлениесі 150-ге көтеріп кеткен. Іші ауырады екен, іші өтеді екен. Балам жаман болып қалды сол жерде. Сөйтіп тергеуден қалалық прокуратурадан, Алматы қалалық прокуратурасынан осы скорыймен, жедел жәрдеммен осы жерге алып келдік сағат 5-тердің шамасында. Баламды осы жерде өпкесінен, несінен деп диагнозын точно айтқан жоқ, бірақ баламды осы жерде алып қалды. Баламды ұрған 15 рет, 20 рет ұрған ішінен. Балам қиналып отыр, больницаға түсіп қалды. Баламның ешқандай кінәсі жоқ. Баламды ішінен ұрған, ішінен бірнеше рет алдынан бері бүйрегім ауырады деп жүрген. Бағана әбетте мен әбетке жақын, мен ауырып тұрмын деп айтқан. Сөйтіп сол жердегі врач па білмеймін кім дәрі әкеп берген. Сол жерге барып, сол дәріні ішкеннен кейін басы айналып, мама көзім алды бұлдырап тұр. Скорый шақырыңыз, жаман болып тұр, мен ешқандай жауап бермеймін деді. Сөйтіп жаңа врачтарға алып келсек, айтады, ішімнен ұрды 15 рет дейді. Бүйрегімнен ұрды дейді. Аяғымды электрошокпен қинады дейді. Аяғымды ала алмайды. Аяғым ұстаса ауырады врачтар. Ішім өтеді дейді. Күніне 3 рет өтеді. Тамақ ішпеймін 3 күн болды, 4 күн болды дейді. Асқазаным тамақты қорыта алмайды дейді. Солай қиыншылық көріп жатыр балам. Азаптар тоқтатылды деп айта алмаймын, балам бүйрегім ауырды деп қана айтатын. Осы өткен апта адвокатымды ауыстырғанда ғана айтты, бүйрегімнен ұрды деп. Ол қасындағы жұмыс істейтіндер айтқан ұрды деп. Одан кейін мен жас бала болғаннан кейін бітіп кеткен шығар деп ойлағанмын ғой, жас болғаннан кейін тезіне болады. Сөйтсем жаңа врачтар сұрады, не болды деп жағдай десе, балам жылап жіберді. Мені қатты ұрады, қинайды. Бір жетпісет аяғымызды жарты сағат тұрғызып қояды дейді. Дәрі сұрасам, аризашы ғана береді дейді. Өзі 10-15 күн болды дейді. Ішім өтеді тынбай дейді. Тамақ ішпеймін 4 күн болды дейді. Тамақ тартпайды, асқазаным қорытпайды дейді. Іштерін айтады, қабырғаларын айтады. Қабырғаларын ұстаса, қабыр ұстатпайды дейді. Қатты ұрды осы жерлерінен дейді. Солай қинаулар болып жатыр екен баламды. Оны бүгін ғана естіп тұрмын, оған дейін де біліп жүрген, ұрып жүрген. Жаңағы кенбішниктер кеп қорқызып, мынаны ұрыңдар, бұл өзбек, бұны аямаңдар деп айтып кетеді екен. Оның бәрін өткенде айтып берген балам. Енді бүгін мынандай жағдай болып тұр. Давлениесі 150 деген сұмдық қой. Кішкентай балам давлениесі 150 болуы мүмкін емес. Баламның ұлты қазақ. Балам Өзбекстанда әжесінің қолында қалған. Мектепті бітіріп, мамамның қасында болам деп, мен өзім денсаулығым дұрыс болмайды. Мамам қасында болам, қарайым, оқуға кірем, әскерге барам деп келген жақсы ниетпен ұлым. Бізге көрсеткені 2 минут қана бар видеода. Балам ары бері жүрген, енді соны қылмыскер ұрды деп мойында 380 мен мойындасаң залогқа жібереміз дейді тергеушілер айтады. Маған да деді, балалыққа салдым деп мойындатқызсаңыз, ол мойындатқызып қалай мойындатып істемеген ісін? Балам ұрмаған, ешкімді ұрмаған. Балам құрдан құрып отыр, денсаулығыдан айырылып жатыр. Не істейтінді білмеймін енді. Көмек сұрап жатырмын жан жақтан. Енді білмеймін, Өзбекстанның президентіне көмек сұрауым қалып тұр. Консулда ешқандай әрекет жасап жатқан жоқ. Нота жолдадық дейді, ноталарының да жауабы келген жоқ. Хабарды алған жоқ, не кездескенде жоқ баламмен әлі. Баланың жағдайы осындай болып жатыр. Балам Өзбекстанның азаматы, бірақ ұлты қазақ. Мен Қазақстан азаматымын, мен де қазақпын. Баламды басында осы 12-ші больницаға алып келген. Қазір ол жердегілер инфекционныйға жіберді. Инфекционныйда жатыр қазір. Оның анық диагнозын айтқан жоқ, арғаратай тексереміз деді. Пневмония деді ма, өкпе, сондай. Мен анық сұрай алған жоқпын несін. Тексеріп ертең айтамыз не жайт болғанын деп айтып жатыр врачтар. Алып келген полицейлерге врач айтты, неге ұрасыңдар баланы деп, бала жылағаннан кейін неге ұрасыңдар деді.
Біз о жақта жүрмейміз, біз тек қана сопровождающий дейді ғой, сондай адамдарымыз. Бұл жерде қалса, баламның қасында 2 полиция болады екен. 2 сопровождающий, жаңа камбан дейма, сондайлар полиция айтты, солар болады екен. Солар қасында болады екен. Оларға да жай дайындап жатыр, сататын. Сол баламды кісі өлтірген адам сияқты істеп жатыр, мен түсінбедім. О кішкентай бала әлі, 17 жастағы бала. Өзі қорқақ, оны өлгенше қылмыскер деп, кәдімгі қолына наручник тағып, о жаққа алып келіп, денсаулығына енді кім жауап берді? Мен балам денсаулығына, өзі жалғыз балам бар. Өзім көшеде қалды, баратын жерім де жоқ. Жұмыста істемеймін қазіргі таңда. Осы баламды құтқару үшін ары бері жүгіріп жүрмін. Маған білмеймін, мына президентке де үндеу жолдап жатырмын. Ешқандай жауап келмей жатыр. Жоғарыдағылар қайда қарап жатсыңдар, мына Қазақстанымыздың болашағы мына бала. Қинаудың тағы қай жерде екенін балам точно айтуға қорқып тұр. Сезода уақытта ұрған жоқ деп, ұрған шығар айт десем, мама маған қиын болады ғой, сіз кеткеннен кейін деді. Бізде төмен дейме бір теңгеге түсіп тастайды екен. Сөйтіп баламды біреуге звондаған, полиция қызметкерлері, Абзал, Өзбекстаннан, өзбек сенің балдызың деп айтқан, қазір видеоға түсіреміз дегенде баламды шешіндіріп, Абзал жездем деп айт деген, балам Абзал жездем деген шешіндіріп видеоға түсіріп, 1:70 етіп аяғын қойып, жарты сағат отырғызып қойған шпагатқа баламды. Тепкен, ұрған, жаңа сезол жамағадан барған уақытта тез сарантырып қойып, дубинкамен ұрған, бұлай қойып қояды келген уақытта, солай етіп сөйтіп қинаған. Ұлттық комитеттің адамдары келіп айтып кетеді екен, мынаны ұрыңдар өзбек мынау деп сөйтіп айтып кетеді екен. Қайта-қайта келіп тыныш қоймай жатыр мен баламды. Солар айтқаннан кейін де ұрып отыр, олар баламды қинап отыр деп есептеймін. Электрошокпен қинаған, аяғына пистолет тақаған, бірақ кім екен точно түрін көрген жоқпын дейді. Аяғыма пистолет тақап, айт, ёп, тваймайт, өзбек, кешіріңіздер, қалай болса айтайын деген ғой. Өзбек, мойныңа ал мойныңа, қазір атып тастаймын деп аяғына пистолет тақып. Полиция қызметкерлерін ұрғанын мойныңа ал деп айтыпты. Балам айтыпты, өлтірсең өлтіре бер, мен мойныма алмаймын, істеген жоқпын өйткені. Бәрібір өлесің ғой, ала берсең мойныңа, шындығын айт деген. Бәрібір өлейін деп тұрмын, я шындығын айттым, ұрған жоқпын, ешкімді, барғаным рас, жүргенім рас, ұрған жоқпын, ол жерде кішкене ғана болдым да. Өткенде 1,5 сағат деп жүрсем, ол бізге 2 минуттық ғана видео көрсетті, ол жерде балам жүргені рас, шитті, дубинканы балалықпен фотоға түсеміз деп, қызыққа алып фотоға түскен, сол жерде 2-3 минут болған, сосын жаяу Назарбаев көшесімен Әл-Фарабиға шығып, жұмысына қайтып кеткен балам. Свет жарық өшіп қалған акиметтің. Соған дейін 2 минут қана видеосы бар баламның. Балам С-18-де жатқан негізінде. С-18-ден өткен жұма күні, қателеспесе бейсенбі, болмаса жұма күні алып келді, суд экспертиза жасатамын деп, психиатрға деп. Содан кейін сол жердегі алып келген балдардан қайда апарасыздар десем, ИБС-ға алып барамыз деді, департаменттағы ИБС деген жер бар ғой, уақытында изолятор, сол жерге алып барамыз деді. Қазір 5-6 күн болды, сол жақта жатыр балам. Ол балам айтады, мен сезодан бастап ауырып бастадым дейді. Сізді уайымдамасын деп айтқан жоқпын мен дейді. Жүрегіңіз ауырып қалады деп дейді. Сол бағана көз алдым қараңғыласып, С-18-де қиналған. Бәр жерде қиналған. Жаңа айтты шындығын, алдын айта алмай тұрған қор. Жаңа ИБС-те де қинаған, С-18-де де қинаған. Сосын алып кетіп бара жатқанда қатты ұрған баламды, жаңа ұлттық комитет біздеп алып кеткен адамдар 7-8 рет бүйрегіне ұрған деп демала алмай қалған. Алдында ИБС-қа келгенде кеудесін ала алмай отыр деп айттым ғой. Алдындағы бір нелерінде айтқан, солны ИБС-те де ұрған екен. Қолын ала алмай, кеудесін ала алмай отырған сол екен.